Ата-аналардың қаншамасының телефонында единицасы жоқ сөйлейтін. Қанша баласы бар? Бірнеше 5-6 бала өсірген. Дүкенде қарызы тұр, қайта барып бір нәрсе алайын десе бет жоқ, ана дүкенге баруға, бала шағасы қалада тұрып жатыр. Бірақ ана ата-анасы қарыздан шыға алмай отыр. Бар ма ондай жағдай? Бар бізде, жетеді. Демек не екен? Сол нәрселер жасап беру баланың міндеті ғой. Ата-анаға жаңағы қарызын төлеп беруге көмектесу, жаңағыдай бара алмай отырған жерде барып қайтатын жағдайын жасап беру, телефонына ақшасын салып беруі. 1000 теңге, 2000 теңге ғой, үлкен нәрсе емес. Өткенде бір кісі айтып жатыр. Балаң нан алып келсе де қуанасың ғой үйге депші. Ата-анаға ол нан алып келгеніңіз өзі үлкен қуаныш болып тұр. Бір күні мынандай оқиға болды. Ол кезде Әзірет Сұлтан мешітінде едік. Бір үлкен кісі келді, апа ғой үлкен, бір 70-лердің шамасына, 70-ің ар жақ бер жағы. Мен өзім ойымша. Сол кісі келді, сөйтіп жаңағы Құран оқытты, сөйтіп біраз әңгімелестік отырып. Әңгімелесіп отырған уақытымызда жаңағы балам мына нөмірге звондап берші маған деді, жаңа нөмір берді. Сосын өзім телефоныммен теріп бердім, міне. Сөйлесіп алды. Сосын сөйлесіп болғаннан кейін жайлап әңгімеге тарттым. Апа, телефоныңызда ақша жоқ па дедім? Ақшасы жоқ деді. Деп, бала шағаларыңыз бар ма деп? Деп, 4 бала бір қыз тәрбиелеп өсірген екен. 4-е, 5-еге 5 семья болып кеткен қазір. 5 семья болып отыр. Балаларыңызға айтпайсыз ба, единица салып бер деп десем, енді олардың өздерінде де болмай жатқан шығар дейді. Бейшара ана шешесі балалар туралы жаман ой ойламай отыр. Өздерінде болмай жатқан шығар деп. 5 бала сонда бір 2000 теңге таппай қалды дейсіз ба сонда? Баланың санасында жоқ ол нәрсе. Істеп берейін осы әке шешем деген нәрсе. Соны балаға кішкентайынан сіңіру керек. Бізде шариғатымызда сіздің пайдаңыз бүкіл халыққа тиіп, бірақ ата-анаңыз зарлап отырған болса, сізде ешқандай қайыр жоқ деген. Алланың бұйрығы сіз бүкіл халыққа жақсылық жасау емес, Алланың бұйрығы ата-анаңа жақсылық жаса деп айтқан. Негізгі нәрсе қалып кеткеннен кейін қалған нәпіл нәрсеңіз ана парыздың орнын жаппайды ғой. Ол нәрсені анықтау керек. Сол үшін бізде не екен? Балаларға кішкентайынан үйрету керек. Бізде мысалға бұны арнайы айтып отырмаған. Біз ана ойнап жүрген кішкентай баланың өзінде басын сипап, осы балам бізді бағатын болады деп жаңағыдай баланы мақтаған кезде баланың санасына автомат түрде енетін болған бұл нәрсе. Өскенде мен әке шешеме көмектесуім керек деген нәрсе. Ал енді ол нәрсені біз айтпағаннан кейін қазір қарайтын болсаңыз елден шетелге шығып оқып жатқан балалар өте көп. Шетелде оқып жатыр. Олардың әке шешелері бай болғаннан оқытып жатқан жоқ. Қарызданып, қауғаланып оқытып жатыр соны. Шетелдерге жіберіп, өздері атын айтып көрмеген. Өткенде бір кісі, мен балам шетелде оқып жатыр менің деді. Қай елде оқып жатыр деп сұрап еді, ана кісі қай елде оқыған мемлекеттің атын айта алмады. Ол өмірінде айтып көрмеген ғой, ол мемлекет. Ол Нидерланды ма, Ирландия ма, кім біледі қайсы. Ол өмірінде айтып көрмеген мемлекет той. Тілі де келмеді, айта алмады. Демек не екен? Шетелде бәрі оқып жатыр. Енді сон балаларын сөйтіп оқытып алдырған кезде ата-анаға бір қайыры жоқ болатын болса, істеген еңбегіңіздің бәрі далаға кеткен емес па? Демек не екен? Ата-анаға қайырлы қылып баланы тәрбиелеу керек. Өсіру керек соны. Сол үшін кішкентайынан балаға тәрбиені сол бағытта беру керек. Сонда барып ата-анасына өзінің жақсы қарайтын бала, ата-анасының араласқан адамдарын да сыйлайтын болады. Ата-анасы секілді үлкен кісіні көрген кезде жол беріп, орын беру деген содан болады. Әйтпесе қарап тұр, ол әке шешесін сыйламайтын бала барып, біреудің әке шешесін сыйлап кетеді деген мүмкін емес ол нәрсе. Онда қайыр күтпей қойыңыз. Демек не екен? Шариғат ата-анаға жақсылап қарасуды бұйыруының ең үлкен себебі осы. Ин такуну салихин фа иннаху кана лил ауабина гафура. Егер сендер салихал болсаңдар, Алла ондай тәубешілерге мейірімді деп айтқан. Демек не екен? Ата-анаға осы аятты түсіндірген кезде ғалымдар ата-анаға жақсылық жасайтын баланың күнәлары, неше түрлі күнәлар кешіріліп кетеді деп айтқан. Алла Тағала оны жарылқайды ондай дейді. Өйткені Алланың бұйрығына сәйкес жұмыс істеп отыр ол. Ата-анаға қарасып отыр. Кейбір балалар болады, намаз, діннен ешқандай хабары жоқ. Бірақ не істейді екен? Ата-анасын құрметтеген кезде сұмдық құрметтейтін жастарымыз бар ма? Бар ондайлар. Демек не екен? Алланың ризалығына сай келе жатыр деген сөз. Сондай адамдар көгереді негізінде. Кішкентайынан балаға тәрбие берген кезде ең бірінші тәрбие ғой. Тәрбие деген жаңағы амандасуды үйретуден, ата-ананы құрметтеуден, сол нәрселерді үйреткенмен қоса, әуелі үйренетін бір ғылымың өзіңнің мұсылманша дін ғылымың деп айтқан, жаңағы Міржақып Дулатовтың айтқан секілді, дін ғылымын үйретіп қою керек. Құран оқуын, қазақша бата беруін, намаз, дәрет деген қалай болатын кішкентайынан балаға үйретіп қою керек. Жақсы тәрбие берсеңіз, адам болып шыққан сол болады. Ал айтпесе, ол нәрсе үйретілмеген болатын болса, онда баладан жақсылық күту деген өте қиын болады. Өйткені сіз үйретпеген нәрсені сырттан үйретеді.